Маканшы ауданы бар, Байтұрсын орта мектебі. Жақсы. Мақаншы ауданынан Смагулов Санат Абдрашитович және Лепсібаев Ербол Төлеуғазиевич екеуі де бар ғой. Лепсібаев Ербол Төлеуғазиевич қосып отырмыз. Ал Смагулов Санат Абдрашитович. Ол кісі жаңа бір қабат қосылған, интернет дұрыстамай тұрған ауылда. Бір кіріп бір шығып отыр ғой. Ендеше біз бастай берсек, ол кісі аяқ жағында сөйлесе. Жақсы ескертеміз. Ендеше облыс көлеміндегі дене шынықтыру және көркем еңбек пәндерінің авторлық бағдарламаларының облыстық тәжірибенің таратылымдарына қош келдіңіздер. Ендеше бірінші болып Айгөз ауданы Жумакова Гибадат Баратовна бастайды. Ол кісі нөмір 4-ші жалпы орта білім беретін мектебі педагог зерттеуші растайды. Гибадат Баратовна, сіздің слайдыңызды демонстрация жасайық. Біздің демонстрация көрініп тұр ма? Әріптестер, кері байланысқа шығыңыздар. Айгөз ауданының демонстрациясы көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Жақсы. Гибадат Баратовна, бастаңыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Жұмақова Ғибадат Баратқызы, Абай облысы білім басқармасы, Айгөз ауданы білім бөлімінің номер 4-ші жалпы орта білім беретін мектептің көркем еңбек пәні мұғалімімін. Еңбек стажым өтілім 18 жыл. Қазіргі уақыттағы санатым зерттеуші, соны нақтылау. Менің енді авторлық бағдарламамның тақырыбы интерьерге арналған сәндік бұйымдар. Интерьерге арналған сәндік бұйымдар бұл авторлық бағдарлама 8-ші сынып қыз балаларына көркем еңбек сабағында интерьерге арналған сәндік бұйымдар жасауға үйретуге бағытталған. Бұл бағдарламада экологиялық және ұлттық құндылықтар басты назарда. Жалпы сағат саны 34, оның ішінде 10 сағаты теория, 24 сағаты тәжірибелік. Бағдарлама барысында оқушылар өз қолымен жасалған сәндік заттардың түрлерімен танысып, материалдармен жұмыс істеу техникасын меңгереді. Негізгі мақсаты интерьерді көркемдеуге арналған сәндік бұйымдарды жасау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, эстетикалық талғам, еңбекке деген жауапкершілікті дамыту, материалдармен қауіпсіз жұмыс істеу дағдыларын үйрету. Міндеттері: интерьер дизайнның негізгі бағыттарымен танысу, сәндік бұйымдардың түрлерін жасау жолдарын көрсету, қолөнер құрал жабдықтарын пайдалану ережелерін меңгеру, жобалық және топтық жұмыстар арқылы оқушыларды ынталандыру, қиял мен шығармашылық ойлауды дамыту. Бағдарламаның өзектілігі: қазіргі қоғамда білім беру үрдісінде оқушылардың барлығы тек теориялық білім алумен шектелмей, олар шығармашылық қабілеттерін де дамыту керекпіз. Жастар арасында
сәндік қолданбалы өнер мен интерьер дизайнына қызығушылық күн санап артып келе жатыр. Авторлық бұйымдар арқылы оқушылар эстетикалық талғамын қалыптастырып, шығармашылық қабілетін дамыту маңызды. Бұл курс жасөспірімдерді өнерге баулудың тиімді жолы. Мамандық таңдауларға да септігін тигізеді деп ойлаймын. Жұмыстың болжамы: егер оқушыларға интерьерге арналған бұйымды жасауды жүйелі түрде үйретіп, шығармашылықпен жұмыс істеуге жағдай жасалса, онда олардың эстетикалық талғамы, қолөнерге қызығушылығы мен шығармашылық қабілеті дамиды. Бағдарлама 7 бөлімнен тұрады. Ол бірінші бөлім түсініктеме хат, екінші мазмұндық бөлім, нормативтік бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлім, оқытуды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулықтар, мұғалім мен оқушыларға арналған қолданылатын құралдар, әдебиеттер тізімі және қосымша. Бұл бағдарламада бізде қосымша оқушыларға арналған қауіпсіздік ережелерімен танысу және тіркелу журналы жүреді. Қауіпсіздік ережелер дәптері бұл 34 сағатқа негізделген, әр күнге 34 сағатқа бір неден берілген. Мұнда оқушылар өздері техника қауіпсіздік ережесімен танысып, күнделікті өздерінің қолдарын қойып жәнегі отырады. Және осы қосымшада бізде интерьерге арналған сәндік бұйымдар тақырыбына курс бойынша жәнегі айттық қой, қолданылған дәптер, кері байланыс дәптері бар. Кері байланыс дәптері жәнегі балалар не үйренгені, жәнегі өздері меңгергенін, меңгермегенін күнделікті жазып отырады. Оны 90 аяғында жәнегі оларды өзіме бағалауыма жәнегі білуіме пайдасын тигізеді. Енді бұл жерде мен жәнегі бір сабақтың сіздерге қысқа сабақ жоспарын ұсынып отырмын. Енді мен осы бағдарламаны жыл бойына өзімнің сабағыма қосымша қолданып отырғаннан кейін балалардың жәнегі жасаған жұмыстары жерде сіздерге соны көрсете кетуді жөн көрдім. Бұл жерде балалар қалдықтармен жұмыс жасайды, одан кейін бисермен, фетрмен түрлі жұмыстарды жасап отырғандары. Қалдықтармен әсіресе қазір көп жұмыстарды жәнегі көп шығын шығармай, үлкен жұмыс жасауға болатынға тәрбиелеп жатырмыз. Міне бірнеше балалардың жасаған жұмыстарын сіздерге ұсынып отырмын. Одан кейін менің осы республика ғылыми әдістемелік журналдарға басылым ретінде, авторлық бағдарлама ретінде интерьерге арналған сәндік бұйымдар тақырыбында қысқа мерзімді сабақ жоспарым жарияланды. Одан кейін ізденіс жолы ақпараттық танымдық журналға тағы да қосымша жәнегі жұмыстарым жарияланып, міне көріп отырғандай басылып шықты. Енді бұл жәнегі тақырып енді интерьер алған бұйымдар тақырыбы бағдарламасы білім беру және шығармашылық бағыттарды қамтитын маңызды өзекті тақырып болып табылғандықтан мен сіздерге осы өз бағдарламамды ұсынып отырмын. Енді сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Сұрақ жоқ. Рахмет. Ғибадат Баратовна, рахмет. Енді келесі болып. Құрметті әріптестер, қазіргі таңда мына бейне Zoom платформасындағы уақытымыз таусылып қалған жағдайда қайтадан сол сілтемемен кіресіздер. Қазіргі таңда келесі болып Аягөз ауданы Абдрахманов Бекзат Оралтаевич Рахмадиев орта мектебі педагог сарапшы растайды. Ендеше ол кісінің слайдын қосайық. Әріптестер, бейне камераларыңызды қосып қойсаңыздар.
Камераларыңыз өшіп тұр екен. Бекзат Оралтович. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Абдрахман Бекзат Оралтович. Аягөз ауданы Мәдениет ауылының Еркағар Ахмадиев атындағы жалпы орта білім беретін орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің дене шынықтыру пәні мұғалімімін. Қазіргі таңда педагог сарапшымын. Енді мен бүгін сіздерге таныстыратын авторлық бағдарламаның тақырыбы асық ату арқылы оқушылардың ептілігін және патриоттық рухын қалыптастыру. Енді бағдарламамыздың мақсаты ұлттық мәдени құндылықтарды дәріптеу арқылы оқушыларға асық ойынын үйрету, олардың қимыл қозғалыс үйлесімділігін, ептілігін, мергендігін дамыта отырып, салауатты өмір салты мен патриоттық сана қалыптастыру. Асық ойынның шығу тарихы мен түрлерін таныстыру, асық ойынның негізгі ережелері мен әдіс тәсілдерін үйрету, қимыл қозғалыс дәлдігін және дене үйлесімділігін дамыту, оқушыларды жарыс мәдениетіне және әділ ойын қағидаларына тәрбиелеу, ұжымдық ойындар арқылы достық, жауапкершілік сезімдерін қалыптастыру, сабақ кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауға үйрету, шапшаңдық, төзімділік, мергендік және реакцияны дамыту, ұлттық ойын арқылы оқушылардың отансүйгіштік және ұлттық сана сезімін қалыптастыру. Бағдарламамыздың бүгін күтілетін нәтижесі міне күтілетін нәтижеміз. Бағдарламаны меңгеру нәтижесінде оқушылар асық ойын тарихы мен ұлттық мәнін біледі, ойынның негізгі ережелері мен түрлерін меңгереді, нысана, көздеу және асық ату тәсілдерін орындай алады, ептілік пен дәлдік дағдыларын жетілдіреді, ұжымдық ойын барысында өзара көмек және әділ бәсекені сақтайды, қауіпсіздік ережелерін орындайды және өз әрекетіне жауапкершілікпен қарайды, ұлттық мұраға құрметпен қарап, мәдени дәстүрлерді қастерлейді, салауатты өмір салтын ұстанып, патриоттық тұлға ретінде қалыптасады. Енді тақырыбым бүгінгі осы бағдарламаның өзектілігі мен жаңашылдығы бізде өзектілігі қазіргі таңда оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру, олардың қимыл қозғалыс белсенділігін арттыру және ұлттық құндылықтарға және деген қызығушылығын ояту білім беру жүйесінің мақсатты міндеттерінің бірі. Ақпараттық технологияның қарқынды дамуы балалардың қозғалыс белсенділігінің төмендеуіне, ұлттық ойындардың алшақтауына әкелуде. Осы тұрғыда қазақ халқының дәстүрлі ұлттық ойыны асық ату оқушылардың ептілігін, көз мөлшерін, шапшаңдығын, дәлдігін дамытып қана қоймай, ұлттық мәдени салт дәстүрге деген құрметін қалыптастырады. Сонымен қатар асық ату арқылы оқушылардың отансүйгіштік сезімі, ұлттық санасы, ұжыммен жұмыс жасау дағдылары дамиды. Сондықтан бұл тақырып қазіргі білім беру үдерісінде өзекті болып табылады.
Сонымен қатар ату арқылы оқушылардың физикалық қабілеттері мен қатар рухани адамгершілік қасиеттерін дамыту, ұлттық мұраға деген қызығушылықтарын арттыру. Дәстүрлі ойындарды заманауи әдіс тәсілдермен үйлестіре қолдану жұмыстың негізгі жаңалығы болып табылады. Үстіндегісін өшіру керек, жазуларын көрінбей тұр. Бүгінгі күні біз балалардың денсаулығы, мінезі, патриоттық сезімі туралы көп айтамыз. Бірақ бір қарапайым сұрақ бар, сол құндылықтарды біз қалай қалыптастырамыз? Мен дене шынықтыру пәні мұғалімі ретінде бір нәрсе байқадым. Кейде ең тиімді әдіс, ең қарапайым, бірақ ұмытылып бара жатқан құрал ол асық ойыны. Қазір балалардың қозғалысы азайып барады. Ұлттық ойынды күнделікті өмірден алыстап барады. Патриоттық тәрбие көбіне сөз жүзінде қалып қояды. Ал шын мәнінде тәрбие әрекет арқылы беріледі. Сол әрекеті мен асық ату арқылы оқушылардың ептілігін және патриоттық рухын қалыптастыру атты факультативтік бағдарламаны әзірледім. Менің негізгі ойым біреу ғана. Асық ойыны тек ойын емес, ол тәрбие, қозғалыс және ұлттық сана біріккен жүйе. Бұл бағдарламада бала қимылдайды, ептілігі, мергендігі, шапшаңдығы, дәлдігі, төзімділігі дамиды. Бала ойнайды, қызығушылық шығартады. Жаңа ұлттық ойынмен бірге өседі бала. Патриоттық сана сезімі қалыптасады. Асық ойнау кезінде ережені жақсы сақтайды, әділ ойнауды, жеңуді де, жеңілуді де үйренеді. Бұл өмірлік дағдылар. Енді 5-ші сынып оқушылармен жұмыс барысында біз бір өзгерісті анық байқадым. Ол алғашында кей оқушылар белсенді емес, кейбірі ұяң болады балалардың, кейбірі тәртіпке бағынбайды. Енді осы арада асық ойыны жүйелі түрде енгізгеннен кейін балалар бір-біріне көмектесе бастады. Жарыс кезінде әділдік сақтап, қозғалыс дәлдігі мен шапшаңдықтар артты. Ең маңыздысы балалар ұлттық ойынға қызығып, оны мақтанышпен ойнай бастады. Бұл бағдарлама нәтижесінде оқушылар асық ойынның тарихын біледі, ережені сақтай отырып ойнайды. Ептілік, дәлдік, төзімділік дамытады ұлттық мұраға, жаңа өзіміздің ұлттық ойынымыз ұлттық мұраға құрметпен қарай бастады. Яғни біз дені сау, белсенді ұлттық сананы қалыптасқан оқушыны тәрбиелейміз. Менің ойымша болашаққа апаратын тәрбие өткеннен басталады. Асық ойыны өткеннің қалдығы емес, болашақтың құралы. Егер біз балаларға қалай ойнау керек, қалай әділ болу керек, қалай бірлікті сақтап үйрете алсақ, біз оларды өмірді қалай сүру керегінде үйретеміз. Асығың алшысынан түссін деген бұл тек тілек емес, бұл тәрбие философиясы. Назарларыңызға рахмет. Жақсы. Құрметті әріптестер, қазір уақыт шектеулі болып қапты. Қазір егерде Zoom платформасында біздің уақытымыз таусылып қалған жағдайда қайтадан сол сілтемемен кіріңіздер.